Құрметті азаматтар, Ішкі істер министрлігі дропперлікпен байланысты қылмыстар туралы ескертеді. Кейбір азаматтар оңай ақша табуды көздеп, заңсыз желілер арқылы есірткі айналымына тартылуда. Ол үшін қылмыскерлер банк карталарын, криптовалюта амендарын және басқа да төлем құралдарын пайдалануды сұрайды. Бұл әрекеттердің басты мақсаты есірткі бизнесінің ізін жасыру. Есіңізде болсын, банк карталарын, мобильді қосымшаларды және крипто амендарды үшінші тұлғаға беру жай қателік емес. Бұл ауыр қылмысқа қатысу. Егер сіздің картаңыз есірткімен байланысты қаржылық операцияларда пайдаланылса, бұл дәлел ретінде қаралып, ол үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Мұндай әрекеттер бас бостандығынан айыру жазасына әкеледі. Баршаңызды сақ болуға шақырамыз. Алаяқтардың арбауына түспеңіздер. Өзіңізді заңсыз әрекетке тартуға жол бермеңіз. Егер сізде осындай жағдайлар туралы ақпарат болса, дереу полицияға хабарлаңыз. Қауіпсіздік әрбіріңізден басталады. Өзіңізді, жақындарыңызды және балаларыңызды қауіп қатерден қорғаңыз.